Ассаламуалейкум. Бұл банағы Құлсарыдан тіке Атырауға шығатын жол бар. Теңіз жағалап. Сол жерде қорым. Ескене ауылының тұсында. Бірінен азымыз құлпытастар бар екен. Алдыңғы жағында адай, арт жағында шеркештердің. Енді ана жерге белгі қойған. Шеркештердің аталарының атын жазып. Так, мына шеркеш руы Қылыш кестен келеді. Қылыш кестен тайпасы. Енді мына бөлімін кішкене түсінбей тұрмын. Естайға келетін сияқты. Естай бөлімі шауқар ма, шауқат па? Шауқат. Сосын бірдеме әлеу. Дұрыс көре алмай отырмын. Олы опат 70 жасында. 1912 сияқты 1912. Так, бұл да шеркеш кестен руы Малан аймағы дейді. Төре мырза Көздікен сияқты. Төре мырза Көздікенұлы опат 57 жасында. 1991 болуы мүмкін. Әр жерде ақ бір не тұр екен. 1911 екен ғой. Әр жерде 91 емес. 1911 жылда баласы Тәжікен қойды дейді. Тәжікен қойды. Мына жерде 91 сияқты болып кеткен екен. 1911 ғой. Таңбасын арт жағына қойыпты. Шеркеш. Енді ана жерде бір белгі бар. Оның таңбасын басқаша қойған. Шеркештің таңбасы деп. Адай руы Жеменей тайпасы Ақбота бөлімі. Мына жерде кішкене есімін кішкене білген бе? Әбді тұра ма? Сондай Аманша ауылына келеді. Аманшалық опат. Неше мына? 33 па, 53 па? Жасында. 1000 неше көрінбей жатыр. Әйел адам ба? Мына әйел адам сияқты. Көрейік. Адай руы Жеменей Ақбота бөлімі. Мына жерде бақ кішкене түсініктіремей жатырмын. Сатар ұлы ер адам екен ғой. Сатар ұлы сияқты. Сатар 66 жасында. Опат 1930-ға келіп тұр. Жылда 21 қауыс. Мына қорының алдың жағына қойылған белгі. Шеркеш Қылыш кестен қауымы дейді. Белгі қойған Малан Доспай Айдабол. Жерде Қылыш кестен Шеркеш Тілес Қалкенұлы Оржан 1868-1933 белгі қойған. Қапан ұлының немерелері Табын Сәрімберей, Шөберлі Есенжан Сабыржан 2009. Енді андай таңба қойған. Құлпытаста басқаша.